Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Үшінші сабақ кезегі келіп отыр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы реттікке келтіретін тест, немесе хронологиялық тест жақсы жасауға болады. Ал енді бастайық. Ол үшін тағы да көрсете кетейін. Редактор тестов, MyTest Editor деген файлды ашамыз. Соның ішіне реттікке келтіретін тесттерді қалай жасауын көрсететін боламыз. Не ашылды? Тағы да айта кетейін. Бірінші мына настройка деген параметрі шрифттарды бірінші орнатамыз. Шрифттарды тағы да есіңізге сала кетейін. Біз Times New Roman және негізгі 16-шы шрифтпен жасайтын боламыз. Окей, шрифт. Ал енді шрифт орнатылды. Сонымен енді тапсырманы жасайтын болайық. Реттікке келтіретін тест. Ол үшін мына жердегі плюс белгісі, жасыл плюс белгісіне басып, выбор типа задания, тапсырманың жаңа қандай екенін қалаймыз, таңдаймыз. Соның ішінде указание порядка деген, міне реттікке келтіретін, қазақшасы реттікке келтіретін указание порядка деген жаңағы тестті қабылдаймыз. Осылай окей. Міне солай бірінші, екінші тесттер секілді жаңа алан бос, соның ішінде бір алан, үстіңгі алан ол сұраққа, ал мына аландар, ол міне 5 алан, ол жаңағы нұсқауға жазатын алан. Сонымен, мысалы, реттікке келтіретін немесе хронологиялық тесттерді қалай жазуға болады. Мысалы, осындай сұраққа бәріңізге белгілі болсын деп, бәріңіз түсінікті болсын деп, мына жерде тек қана тарихшылар емес, басқа пән мұғалімдері де болуға мүмкін. Сондықтан да, мысалы, жаңа бізде жылдағы айларымыз бар, соны реттікке келтірейік. Сол үшін осындай бір сұрақ қоятын болайық. Соның ішіндегі, мысалы, осындай сұрақ. Жылдан бастап айларды ретіне келтіріңіз. Ал енді мына жерге мысалы былай істейік, да? Айларды сәуір, мысалы сәуір, мамыр, мына жерде қаңтар деп жазайық. Қаңтар, қараша. Мына жерге мысалы шілде деп жазып қояйық. Жаздың шілде. Сонымен қаңтар бізде бірінші, сондықтан да мына жерде выпадающий список дейді. Сол выпадающий список бойынша басасызда белгісіне. Ал мысалы қаңтар ол бірінші ай, иә, сондықтан да бірінші ай. Келесі мынаның ішіндегі сәуір екінші, содан кейін мамыр болады да, мамыр болады, ол үшінші деп қоясыз. Жәнегідегі келесі шілде, ол төртінші болады, төртінші, қараша, бесінші болады. Вот осындай тестті жай қойға болады. Міне, түсінікті ғой, иә? Жылдан бастап айларды ретіне келтіріңіз. Міне, орнаттыңыз, сохранить, сақтаймыз. Мына біздің тестімізді. Тағы да, ал мысалы енді хронологиялық бойынша айта кетсек, тағы да тапсырманы қандай тапсырма? Указание порядка ретке келтіретін. Окей. Мысалы, осылай тарихи оқиғаларды рет-ретмен хронология бойынша ертеден кешіне дейін дегенде секілді солай бір сұрақты қояйық. Мысалы, солай деп жазып қояйық. Тарихи оқиғаларды ертеден кешіне дейін келтіріңіз. Ретіне келтіріңіз дейміз. Мына жерде мысалы неден бастайық? Ертеден, мысалы мына жерде тас дәуірі дейміз. Тас дәуірі.
тас дәуірі. Мына жерде қола дәуірі деп жазайық. Ой, кешіріңіз. Дәуірі мына жерде мысалы қола, мына жерде қола, мысалы қола дейміз. Қола, тас, қола, темір, ерте темір немесе деп ерте темір. Так, сонымен келесі мысалы, тогда, ой, мына жерде не отыр, кешіресіздер. Тас дәуірі, мысалы, мына жерде жаңа қазақ жоңғар шапқыншылығы дейік. Шапқыншылығы, ал мына жерде жай бәрімізге білетін, мысалы, ақпан революциясын. Ақпан революциясы. Ал енді орнатайық. Тас дәуірі бірінші болды, содан кейін қола дәуірі болды, екінші, содан кейін ерте темір дәуірі болды, үшінші қазақ жоңғар төртінші болып қоямыз мына тізімнің бойынша. Ал ақпан ол 1917 жылы, сондықтан ол 5-ші деп. Осымен болды. Со. Тарихи. Так. Барда ертеден кешіне дейін ретіне келтіріңіз. Дұрыс қой, иә? Енді сақтаймыз. Болды осымен, құрметті әріптестер. Түсінікті шығар. Енді бірінші, екінші сабақтан кейін осы бағдарламамен бастадыңыз. Түсінікті шығар. Осымен енді құрметті әріптестер, мен өз сабағымды соңына келтіріп, тамам, біздің сабағымыз тамам бітті. Осымен сізге енді үй тапсырмасы осындай түрлі ретке келтіретін тесттердің 5-еуін жасап қойсаңыз, өзіңіздің жаңағы тағы да айта кетейік, настройка параметрі ұмытпаңыздар. Мына жерде тағы да параметрі задания. Тексереміз, бәрінің орындамы проверить все задания. Проверить все задания, ошибок, қате жоқ деп отыр, ошибок не обнаружено. Окей, жақсы. Мына жерде параметр задания, заголовок, жаңағы атын береміз тесттің. Ретке келтіретін тест. Так, келтіретін тест. Так, копируем, сохраняем, сақтау. Болды осымен. Енді мына жерге үшінші өзіміздің папкамызға апаратын боламыз, сонда сақтайтын боламыз. Так. Екінші сабақ деп отыр. Екінші сабақ емес, бізге үшінші сабақ керек болып тұр. Міне үш сабақ ретке келтіретін тест. Мынаның ішіне жаңағы скопировать етілген қоямыз, ретке келтіретін тест. Все, болды, сақтаймыз. Осымен болды. Енді қарайық. Міне біздің тестіміз ретке келтіретін тест. Ал өзіңізді ашып, содан кейін жасағаннан кейін ашып көрсеңіз, соның ішіндегі тесттеріңіз болады. Ал үшін тағы да қосамыз десеңіз де, тағы да айта кетейін, тағы да еске сала кетейін. Изменить, изменить деп басасыз. Измениттен кейін жаңа редактор тестқа тағы да бірдемені ішіне кіргізіп, тесттің ішіне тағы да тесттерді кіргізіп, немесе бірдемені өзгерту үшін, сол үшін изменить, открыть болса, ол сіз тестқа барасыз, ал изменить болса, ол редактируемый вариантқа кіресіз. Міне кірдік, тағы да осында қосуға болады. Қосып, тағы да басқа түрлі ретке келтіретін тесттерді қосасыз.
Окей. Окей емес, кешіресіздер мен. Мынаны істемейміз. Сақтаймыз, не болса да шығып бара жатқанда сақтаймыз. Окей, басамыз. Осымен болды, құрметті әріптестер, тағы да үй жұмысы осындай түрлі тесті, 5 түрлі тесті жасасаңыз. Сау болыңыздар, келесі сабаққа кездескенше дейін.